Төтенше жағдай қызметкерлері учаскелік полицейлермен бірлесіп рейдтегі шара ұйымдастырды. Шараның басты мақсаты жағдайы төмен отбасыларға өрт қауіпсіздік ережесін түсіндіріп, пеш электр тоқтарындағы ақауларды анықтап, ескерту жасау. Бүгінгі өткен объектілерде көбінің пештері сыланбаған, қолдан жасалған электр қондырғыларын пайдаланады. Пештің алдына төсеген металлический листтары размерлерге сәйкес келмейді. Осы жағылып атқан пештердің қасында әртүрлі отын, тез жанғыш материалдарды сақтайды, кептіреді. Осылардың барлығы өртті туындауына әкеп соқтырады. Төтенше жағдай мамандарының айтуынша, қыс уақытында өрттің болуына пештегі ақаулардың болуы себепші болып отыр. Тұрғындар болса, осындай іс-шаралардың өткізілгені дұрыс деп санайды. Өрт қауіпсіздік ережелерін сақтауға тырысамыз. Бүгін мамандар келіп, пештегі ұсақ ақауларды көрсетіп, оны қалай істеу керектігін айтты. Жалпы жыл басынан бері 34 өрт оқиғасы тіркеліп, салдарынан 2 адам қаза тапқан. Әкелген шығын көлемі 1,5 миллион теңгені құрап отыр. Төтенше жағдай қызметкерлері осындай рейдтегі іс-шараларды әр сәрсенбі өткізіп отырады.